Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, сочный, жұп-жұмсақ болып шығатын етті пирогты бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Таза ыдысымызға суымызды және де сұйық майымызды құямыз. Үстінен қопсытқышымызды және де татымына қарай тұзымызды саламыз. Одан кейін ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымызды орташа жұмсақтықта илеп алып, жақсылап иінін қандырып болғаннан кейін салафанға салып, 15-20 минутқа холодильникке салып қоямыз. Нанымызды холодильникке салып қойғаннан кейін салмасын дайындаймыз. Мен алдын ала дайындап қойдым. Бұл жерде тартылған ет бар, картошка, жуа және де асқабақ бар. Татымына қарай тұзымды, бұршымды салдым. Енді нанымызды холодильниктен шығарып, екі бөлікке бөліп аламыз. Екі бөлікке бөлген нанымызды оқтаудың көмегімен орташа жұқалықта жайып аламыз. Нанымызды жайып болғаннан кейін өзімізге қажетті формаға орналастырамыз. Мен өзімнің торт пісіретін формама орналастырдым. Сіздер әсел пештің табасына салып сразу дайындай берсеңіздер болады. Астын орналастырып болғаннан кейін енді бетіне салатын тестамызды жайып аламыз. Бұны да дәл солай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Енді формамызға төсеген қамырымыздың жан жағын көтеріп шығамыз. Одан кейін үстінен салмасын салып аламыз. Салмамызды тегістеп салып алғаннан кейін жайып қойған қамырымызды бетіне қойып шығасыздар. Одан кейін екі шетін қаттылап басып алып, әдемілік үшін жан жағын өріп шығасыздар. Етті пирогымызды әдемілеп өріп алғаннан кейін пышақтың көмегімен дәл ортасынан тесіп аламыз. Бұл тесікті жасаған себебіміз ортасындағы салмасы толығымен пісу үшін дәл осылай видеодағыдай жасап аласыздар. Одан кейін пирогымыздың үстіне бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап жағып шығамыз. Жұмыртқамызды толығымен жағып алғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, менің пирогым 40 минут шамасында пісіп шықты. Суығаннан кейін формасынан шешіп аламыз. Достар, дәл осы рецептпен дайындап, үй ішіңізді қуантыңыздар. Сіздің көңіліңізден шығатынына 100% кепілдік бере аламын. Егер де сізге менің видеоларым ұнаса, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алда талай рецептпен бөлісетін боламын. Баршаңызға ас болсын.